Адам денесінің ішінде таңғажайып әлем бар. Ол тоқтаусыз ағып жатқан қызыл өзен, яғни қан. Қан біздің денемізді тірі ұстап, әр жасушаға қажет заттарды жеткізеді. Қазір біз қан тамырының ішіне кіріп, оның қалай жұмыс істейтінін көріп шығамыз. Мынау эритроциттер, яғни қызыл қан жасушалары. Олар өте мейірімді жұмысшылар сияқты. Эритроциттердің басты міндеті өкпеден алған оттегін бүкіл денеге тасымалдау. Олар оттегіні кішкентай, жарқыраған шарлардай көтеріп, әр жасушаға жеткізеді. Ал мына ақ түсті жасушалар лейкоциттер. Бұлар біздің денеміздің батыр қорғаушылары. Олар вирустар мен микробтарды тауып, жойып отырады. Егер денеге қандай да бір микроб кірсе, лейкоциттер бірден әрекетке көшеді. Келесі кішкентай жасушалар тромбоциттер. Бұлар дененің құрылысшылары. Егер біз қолымызды кесіп алсақ, немесе жарақат алсақ, тромбоциттер сол жерге жиналып, жараны жабыстырып, қан кетуді тоқтатады. Қанның қызыл болуының себебі эритроциттердің ішіндегі гемоглобин. Гемоглобин оттегімен бірге жарқырап, қанға қанық қызыл түс береді. Қан дене ішінде артерия, көктамыр және өте жіңішке капиллярлар арқылы қозғалады. Артериялар арқылы қан жүректен шығып, бүкіл денеге тарайды, ал көктамырлар арқылы қайтадан жүрекке оралады. Капиллярлар болса, ең кішкентай тамырлар. Дәл осы капиллярлар арқылы жасушаларға оттегі мен қорек жеткізіледі. Жүрек бүкіл жүйенің басты моторы. Ол әр соққан сайын қанға күш беріп, оны тамырларға айдайды. Осылайша қан үнемі қозғалыста болады. Міне көрдіңіз бе? Қан құрамындағы әр жасушаның өз міндеті бар. Эритроциттер оттегін тасиды. Лейкоциттер денені қорғайды. Тромбоциттер жараны жамауға көмектеседі. Барлығы бірігіп, біздің денемізді сау, күшті және белсенді етеді.